Мына бийликтин имансыздыгы келдими? Өз халкын кырып атыр, өз халкын жоюп атыр. Осунун бәрін тоқтататын біз, қазақтың кәдімгі қарақ домалар жігіттері. Мына сұмдықты біз тоқтатмасақ, ешкім тоқтатпайды. Тоқаев мырза, сіз айтып едіңіз президент болған кезде. Бастығын, подчиненныйың бір жаман істесе, бастығын алып таста деген. Сіз қазір бастықсыз қазақ елінің. Назарбаевпен өзіңіз бірге, бүкіл парламенттің елімен бірге жоғалыңыздар. Ұрлап жегендеріңізді барып жеңіздер. Мына қазақ елін қалтырыңдар. Сендерден ешкім дүние сұрап атқан жоқ, сендерден ешкім ақыл сұрап атқан жоқ. Қазаққа бірақ нәрсе керек. Балашаға аманшылығы, оқулары. Қасиетті аналарымызды, 290 мың қасиетті аналарымызды 5 баладан 15 балаға дейін квартирде тентіреп жүр. Bir жыл болды, bir жылдың ішінде ең болмаса сол аналарға жер берсеңдер, халық бүйтіп саланбас еді. Хайван болмаңдар, мен сендерге тағы да айтам, хайван болмаңдар. Өз елін қырған хайван болады. Ата-бабаларымыздың қарғысын аласыңдар. Елім, жерім, қазағым бүгін өледі десе мен міне даярмын, міне алдарында тұрмын. Дулат бауырым міне тұр, міне. Иманды болсын, Дулат бауырым шахид болып кетті. Ел үшін, жер үшін кетті. Паганный менттер өлтірді тепкілеп. Соның бәрін сұраққа сұрау керек, әкелу керек мына жерге. Біз мал емеспіз, біз де адамбыз. Алла тағала бәрімізді бірдей жаратқан. Бәрімізді бір қып жаратқан, бәрің хақың бар, құқың бар деген. Сендер кімсіңдер біздің тағдырымызды шешетін? Өзіміздің тағдырымыз өзімізде. Сендер шешемайсыңдар. Алла ғана шешеді. Имандарыңа келіңдер, мына халықтың көз жасын сүртіңдер, хайвандар. Тоқаев мырза, сіз адам болсаңыз, жүрегіңізде иман болсаңыз, мына отбасына келіп көңіл айтыңыз. Тіп-тыныш үйінде бала-шағасының жанында ұйықтап атқан адамды аяқ қолын бұрап, апарып, ұрып, соғып, өлтіріп, ертең мені де өлтіресіңдер, бәрін өлтіремайсыңдар сендер. Қазақ деген қазық мына жерге қағылған.